біз білетініміздей, энергия ол бізде дененің жұмыс істеу қабілеттілігі. Енді ең біріншіден біз кинетикалық энергияға назар аударайық. Осы кинетикалық энергияны біз жаңа ғана айтқандай жұмыс арқылы оның формуласын шығарып тастайық. Енді жұмыстың формуласы, жалпы формуласы А тең Fs. Мынау жердегі жұмыс ол бізде горизонталь бойымен қозғалған дененің жұмысы деп белгілейік. Енді осы жердегі жұмыс күшпен орын ауыстырудың көбейтісіне тең. F-ті біз F тең ma деп алайық. Ma. Ал осы жердегі S-ті біз кинематикадан V квадрат минус V0 квадрат бөлінген 2a деп алайық. Яғни осы жерде бізде белгілі бір дене болған, және де біз оған белгілі бір күшпен әрекет еттік, содан кейін ол белгілі бір басқа жылдамдыққа ие болды делік. Күштің орнына ma-ны, орын ауыстырудың орнына осы формуланы енді қояйық. А тең болады m көбейтілген a, және де s-ның орнына v квадрат минус v0 квадрат бөлінген 2a деп қояйық. Енді көріп отырғаныңыздай, осы жердегі мынау үдеу мен мынау үдеуді қысқартуға болады. Бізде қалады m v квадрат минус v0 квадрат бөлінген 2. Енді егерде жақшаны ашатын болсақ, а тең болады m v квадрат минус mv0 квадрат бөлінген 2, және де оны осындай түрде жазуға болады mv квадрат минус mv0 квадрат бөлінген 2. Енді осы жерде мүмкін сіз таныған шығарсыз, мынау жердегі өрнектер, мынау формулалар, ол бізде кинетикалық энергияның формулалары. Енді осы жердегі ол бізде соңғы кинетикалық энергия, мынау жердегі бастапқы кинетикалық энергия. Ендеше біз жұмысты А тең Е кинетикалық 2 минус Е кинетикалық 1 деп жазуға болады. Немесе біз білетініміздей, соңғы мәнді бастапқы саннан мәннен егерде азайтсақ, ол бізде оның өзгерісіне тең екенін белгіледі. Яғни дельта ек. Мінекей осылайша біз кинетикалық энергияның формуласын және де оның механикалық жұмыспен байланысын қарастырған болатынбыз. Егерде қорытындылай келе, Е кинетикалық ол бізде mv квадрат 2 болып табылады. Және де осы жерде егерде дененің массасы жоғары болса, оның кинетикалық энергиясы да жоғары болады. Егерде оның қозғалып жатқан жылдамдығы жоғары болса, оның да кинетикалық энергиясы жоғарылайды. Мінекей осылайша біз кинетикалық энергияның өзгерісінің механикалық жұмысқа тең екенін аңғардық.